Сәлем, менің каналымның көрермендері және қонақтары. Бүгін сіздермен вермишельді қалай дұрыс қуыру керектігін көрсететін боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Үйдегі бар заттармен мен тауық еті және де көкөністермен жасадым. Барлығын осылай майдалап турап аламын, жақсылап. Көкөністің барлығын және де барлығын сол майға қызартып қуырып аламыз. Дәл осылай. Вермишельді мен ешқандай сұйытмай құймай осылай қызып тұрған табаға салып, қызартып, қуырып аламын. Сонда вермишель әдемі болады, бір-біріне жабыспай, күріш сияқты шашырақы болып шығатын болады. Міне кезекте тауық етіне келген екен. Тауық етін және тураған көкөністеріміздің барлығын жақсылап қызартып турап, қалауыңызша тұз, бұрыш барлығын салып, қуырып бұқтырып аласыз. Неге вермишелім жабыспай әдемі осылай болып шықты. Мен жолдасым үнемі осылай қуырғанды жақсы көреді. Баршаңызға рахмет.